Бүгінгі мастер-класста осындай әдемі жүрекше тоқуды үйренеміз. Ол үшін бізге керегі жіп, крючок номер 2,5, және де белгілеуге арналған маркер немесе осындай жіпті алсаңыздар болады ыңғайлы, және де қайшы. Жұмысымызды бастаймыз. Амигуруми шеңберімен бастаймыз. Осылай крестикті арзы қылып орап, жіпті шығарып аламыз. Енді осы шеңбердің ішінен бір столбик без накида аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик без накида алдық. Жібімізді тартамыз. Бірінші тұрған петлядан, яғни жұмысымызды аяқтаймыз осымен. Яғни айналдыра тоқыт кетеміз. Бекітпейміз. Крючокта 2 жіп, 2 жіптен 1 петля аламыз. Яғни бұл жұмысымыздың бастамасы ретінде оны маркермен немесе осындай жіппен белгілеп қойсаңыздар болады. Осылай. Енді екінші қатар. Екінші қатарда әр петлядан 2 столбик без накида тоқимыз. Яғни мынау біз жаңа біріншісін алдық, дәл осы жерден тағы да екінші петляны аламыз. Келесі. Бір, екі. Осылай әр петлядан 2 столбик без накиданы тоқимыз. Сонда бізде барлығы 12 столбик без накида шығады. 2 столбик без накидадан тоқылды. 12. Екінші қатарда 12 столбик без накида. Енді үшінші қатарда міне мен соңына келдім. Маркерімізді аламыз да осылай қыстырып, жаңағы маркер тұрған жерге тағы да столбик без накида тоқимыз. 1, келесінен 2, келесінен 3. Енді төртіншісінен көбейтеміз, яғни прибавка жасаймыз. Келесінен 1, 2, 3. Төртіншісінен прибавка жасаймыз. 1, 2. Тағы да көбейтеміз. 1, 2, 3. Төртіншісінен прибавка жасаймыз. Яғни біз осылай 3 столбик без накида тоқып, төртіншісінен прибавка. Яғни осылай 3 рет қайталадық. Үшінші қатарымызда 15 столбик без накида шықты. Төртінші қатар. Осылай жібімізді суырып, тоқымай тұрып арасынан қоямыз да, маркер тұрған жерге крючогымызды тығып, 1 столбик без накида тоқимыз. Төртінші қатарда 4 рет столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Бесіншісінен прибавка жасаймыз. 1, 2. Осылай 3 рет қайталанады. Бұл бізде төртінші қатар. 3 рет қайталанғаннан кейін бізде шығады 18 столбик без накида шығады. Бесінші қатар. Маркерімізді алып жібімізге қыстырамыз да, маркер тұрған жерге бір столбик
без накида токуйбуз. 5 катарда 5-6 катар осылай коспайбыз эч кандай, яғни көбүйтпейбиз де, алмайбыз да. Осылай 18 столбик без накиданы 5-6 катарда токуйбуз. 1, 2, 3 жибимизди босаламыз. Сөзү жүрөктөр, яғни пышна әдемі шығады. Не осылай. Бұл бізде тоқылып жатқан 5 қатар. 6 қатарды да дәл осылай қоспаймыз, осылай тоқып шығамыз. Мінекей екеу тоқып алдым. Бірін аяқтап жібімді қиып, екіншісін аяқтаған жоқпын. Енді бір-біріне қосатын боламыз. Ол үшін маркер тұрған петлядан, яғни маркерді алып тастап, ішкі жағын айналдырамыз да. Осы жерге күрчегімізді тығып, мына жақтан бір петля шығарып аламыз. Күрчегімізді 2 петля, күрчегімізді 2 петля, 2 петлядан біреу аламыз. Енді келесі мынау маркер тұрғаннан кейінгі міне осы жерден, яғни міне осы жерден осы жерге саламыз да, сосын мынау маркер тұрған жерге екеуін бірге күрчекті салып, екі бетін қосып, тағы да күрчекті 2 жіп, 1 петля шығарамыз. Енді мынау аяқтағанымыз бар ғой, ең соңында. Осы жерден тағы да күрчекті салып, келесі тұрған мынау петлядан тағы да бір петля шығарып, столбик без накида тоқыдық. Енді әр қарата мынаны тоқымаймыз да, одан кейінгі петлядан айналдыра, яғни мына жақта 3 алдық. 3 петля тоқыдық. Столбик без накида тоқыдық. Енді 15 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 13, 14 тоқыдық. Енді 15-шісін бұлай тоқимыз. Күрчекқа жіпті аламыз да, 15-шісіне шығарып алып, тағы да келесіне күрчекті салып, тағы да жіп суырып аламыз да, күрчекті 3 жіптен 1 жіп шығарамыз. Мінекей. Енді келесі біздегі мына жақтағы тұрған, яғни екеуі бірге әдемі болып тұру үшін, қосылып тұру үшін жүректер. Міне осы петлядан аламыз да, жіпті шығарамыз. Келесі петлядан алып жіпті шығарамыз. Күрчекті 3 жіптен біреу шығарамыз. Яғни бұл бірінші. Енді осыдан тағы да 15 столбик без накида тоқимыз. Біріншісін тоқыдық. 2, 3, 13, 14. Енді 15-ті де дәл солай күрчектен шығарып аламыз. Келесінен тағы да күрчекті 3 жіптен біреу аламыз. Бізде бұл 7-ші қатар аяқталды. Яғни бізде айналдыра 30 столбик без накида. Енді 8-ші қатар. 8-ші қатарда біз мынау біткен жерімізге күрчекті салып, маркерді алып тастаймыз да. Бір осылай тоқып аламыз. Енді осы жерде белгілеп қоямыз. Жаңа тоқыған жерімізге қайтадан маркерімізді кіргізіп қояйық. Бұл бір рет алдық. 2, 3, 4 рет алдық. 5-шісінен
көбейтеміз. 4 рет алдық. Енді 5-шісінен қысқартамыз. Міне 1, келесіне аламыз 2. Осылай да қысқартсаңыздар болады. Енді бүйтіп те қысқартсаңыздар болады. Күрчекті келесіне салдық. Айналдырамыз да тағы келесіне. Енді жіпті шығарып аламыз да 2 петля. Екеуден біреу аламыз. 5-шісі. Енді келесі тағы да 1, 2, 3, 4. Енді 5-шісінде тағы да қысқартамыз. Осылай аламыз. Осылай. 2 рет. Яғни 2 рет шықты. Енді 3-шісін. 1, 2, 3. Яғни мына бұрыштағы петляны ұмытып кетпейміз. 4. Енді 5. 5-шісінен тағы да бұлай, 6-шысынан бұлай. Яғни қысқартып жатырмыз. Енді 4-шісі 1, 2, 3, 4. 5-шісін қысқартамыз. 1, 6-шысынан саламыз да. Осылай қысқартамыз. Бұл 4-ші. 1, 2, 3, 4. 5-шісін қысқартамыз. Міне осылай. 8-ші қатарда 25. Біз 4 рет столбик без накида алып 5-шісін мен 6-шысында қысқарттық. Яғни солай 5 рет қайталадық. Бізде 25 столбик без накида шықты. Осылай айналдыра. Енді 9-ші қатарда дәл осы 25 столбик без накиданың өзін айналдыра тоқып шығамыз. Маркерімізді алып, осылай қыстырып қоямыз да, маркер тұрған жерден 1 петля шығарамыз. Яғни бұл 1-ші, 2, 3, 23, 24, 25. Бұл бізде 9-ші қатар. 10-ші қатарда мынау маркер тұрған алып, осылай қыстырамыз да, маркер тұрған жерге күрчегімізді салып, 1 петля, яғни 1 столбик без накида тоқып алдық. Бұл басталуы. 1, 2, 3 рет тоқыдық. 4-шісін қысқартамыз. 4-ке және де 5-ке саламыз да, қысқартып аламыз. Біреу тоқыдық. Енді 2-шісі 1, 2, 3 рет тоқыдық. 4-шісін, 5-шісін қысқартамыз. Осылай. Дәл осылай айналдыра 5 реттен тоқимыз. 1-шісін, 2-шісін тоқыдық. Тағы да 3 столбик без накида алып 4 пен 5-те қысқартамыз. Дәл осылай айналдыра 3 реттен қайталаймыз. Сонда бізде 20 столбик айналдыра 20 столбик без накида шығу керек. Енді 11-ші қатар. Осы 11-ші қатарда 20 столбик без накиданың өзін қайтадан тоқып шығамыз.
1 2 3 4 5, яғни айналдыра осылай өзіміз 20 столбик без накиданы тоқиық. Яғни бұл бізде 11-ші қатар. 11-ші қатар аяқталды. 20 столбик без накида тоқылды. Маркерімізді алып, осылай арасына қойып тұрып, яғни 12-ші қатарымызды бастаймыз. Біреу алдым, 1 2 3 пен 4-ті қысқартамыз. Келесінен 1 2 3 пен 4-ті қысқартамыз. Яғни біз дәл осылай 12-ші қатарды аяқтаймыз. Яғни 5 рет 2 столбик без накида 3-ші, 4-шісінен қысқартып, яғни осылай 5 рет қайталаймыз. Бізде бар жоғы 15 столбик без накида шығу керек. Неге 15 столбик без накида тоқылды? Яғни ең соңында қысқартамыз, яғни 2 петляны бір петля қыламыз. Енді біз осы жерден жұмысымызды тоқтата тұрып, осының жүрекшенің ішіне, яғни жүрекше қалпына келе жатыр мінекей. Осыған, яғни синтефон ба, мақта болса да болады. Осылай алып салып аламыз. Осылай салып аламыз. Міне, жақсылап салып алдық. Енді әрі қарата жұмысымызды жалғастырамыз. Маркерді аламыз. 13-ші қатарды осы 15 столбик без накиданы қайтадан тоқып шығамыз. Яғни ешқандай көбейтпейміз де, азайтпаймыз да. Осылай 15 столбик без накида тоқып шығамыз, айналдыра. Неге 13-ші қатар аяқталды. Енді 14-ші қатар. 14-ші қатарда бұлай күчек маркерімізді алып, маркер тұрған жерден бір петля тоқып аламыз. 14-ші қатарда біреу алдық. Екіншісін және үшіншісін қысқартамыз. Келесі тағда бір рет тоқимыз. Екіншісін және үшіншісін қысқартып аламыз. Біреу тоқимыз. Үшіншісін және екіншісін қысқартып аламыз. Біреу тоқимыз. Екінші және үшіншісін қысқартамыз. Яғни бұл 4-ші қайталауымыз, енді 5-ші. Біреу алдық. Екінші және үшіншісін қысқартамыз. Егер сіздер дұрыс тоқып келе жатсаңыздар, осындай қысқартумен аяқталады. Бұл бізде 14-ші қатар. 15-ші қатарда 14-ші қатарда 10 столбик без накида шықты. 15-ші қатарда дәл сол 10 столбик без накиданы айналдыра тоқимыз. Ешқандай көбейтпейміз де, азайтпаймыз да. Дәл осылай 15 столбик без накида тоқимыз. 10 столбик без накида тоқылды. Бұл 15-ші қатар. Тағы да жұмысымызды осы жерден тоқтата тұрып, яғни біздің жаңа нелерімізді саламыз. Мақта болсын, синтефон болсын.
мінекей. Енді бізде 16-шы қатар. 16-шы қатарда біз қысқартамыз. Яғни осы қазір мінекей көрсетем. Маркерімізді алып, үстемізді ағын. Жана маркер тұрған жерден бер жағын аламыз, яғни қысқартамыз қазір. Келесін аламыз. Біреу. Тағы да алып қысқартамыз. Екеу. Тағы да. Үшеу. Тағы да. Төртеу. Енді бесіншісі. Яғни біз 10 столбик без накиданы 5 реттен алып, 2 реттен алып, яғни 5 рет тоқтық, қысқарттық. Бізде 5 столбик без накида қалды. Маркерімізді аламыз. Енді осының тағы да қысқартамыз. 1, 2, 3, 2, осылай түйіп аламыз да жібімізді қиямыз. Осымен бізде жүрекше дайын болды. Осы қиылған жіпті осылай шығарып алып, яғни ішкі жағына қойсаңыздар болады. Мінекей. Осымен бізде жүрекшеміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Жансая. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.